Армысыздар, бүгінгі видеода пияздың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге де тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш, батылдық беретін әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиетті күш өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен қырқұлақ ауруын емдеген. Пияз құрамында түрлі дәрумендерге бай, минералды тұздар, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұлпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб-бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шайнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тегізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды күштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, 1 шай қасық бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбір пікір біз үшін маңызды. Сіздермен бірге әлем арнасы.